Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен балықтан және тауықтың қанаттарынан өте дәмді панировкада тіске басар дайындаймыз. Ең алдымен балығымызды осылай тұздап аламыз. Екі жағын аударып тұздап, жақсылап сіңдіреміз. Қалауларыңызға қарай қарабұрыш немесе паприка сепсеңіздер болады. Бізге 2 жұмыртқа, ұн және осындай сары түсті панировочный сухарик қажет болады. Жұмыртқамызға сәл тұз қосып араластырамыз. Балығымызды бірінші ұнға аунатып аламыз. Артынан жұмыртқаға матырамыз. Ең соңғы кезекте панировочный сухаригімізға аунатып аламыз. Қалғандарында дәл солай істейміз. Бірінші ұнға, жұмыртқаға және панировочный сухариға. Табамызды қыздырып, сәл май құйып, балығымызды салып қуырамыз. Қызған-қызбағанын жаңағында шпажкамен тексерсеңіздер болады. Сәл орташа отта қуыратын боламыз. Міндетті түрде екінші жағын аударамыз. Піскен балығымызды қағаз майлыққа түсіріп аламыз. Сонда артық майлары сіңіп кетеді. Қалғандарында дәл солай қуырып аламыз. Ендігі кезекте тауықтың қанаттарын дайындаймыз. Тауықтың қанаттарын бірінші тұздап аламыз. Кеңірек ыдысымызға салып, қара бұрыштан себеміз. Және копченый қызыл паприкадан себеміз. Бәрін жақсылап бір-біріне үйкелеп сіңдіріп, бетін жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Сіңген соң жаңағы ұнға, жұмыртқаға және панировочный сухариға ұнататын боламыз. Қалғандарында дәл солай дайындап аламыз. Дайын болған тауықтың қанаттарын қызған майымызға қуырып алатын боламыз. Міндетті түрде екі жағын аударып, 20 минуттай қуырамыз. Орташа отта қуырамыз. Қатты отта қуырсақ, күйіп ішіп піспей қалуы мүмкін. Өздеріңіздің қалауларыңызға, фантазияларыңызға қарай әдемілеп жасасаңыздар болады. Бұл тіске басарларға қалауларыңызға қарай соус дайындасаңыздар болады. Мен майонезбен сарымсақты араластырып дайындадым. Сырты өте қытырлақ, яғни хрустящий, іші өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Дәмі енді өте керемет болып шығады. Дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Менің арнамда бұдан да басқа дәмді тіске басарлар мен мерекелік дастарханға арналған рецепттер бар. Рецепттерді жіберіп алмас үшін тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Сонда сіздерге алдын ала шығатын рецепттерден хабарлама келіп тұратын болады. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.